Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін мен сіздерге шынайы өмірден алынған 2019 жылғы «Просто помиловать» фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар, өйткені сіздердің қолдауларыңыз маған үлкен шабыт береді. Ал ендеше біз бастаймыз. Алабама штаты Уолтер Макмиллан атты жігіт ормандағы күнделікті жұмыстарын бітіріп, кеш батысымен үйіне қарай жолға шығады. Жол ортасында оны бірнеше полиция көлігі тоқтатуда. Полиция оған қыз зорлағаны жайлы айып таққанда барып, Уолтер өзінің үлкен бәлеге тап болғанын түсінеді. Барлық телеарналар Ронда Моррисонның қазасына қатысты қылмыскердің ұсталғаны жайлы айтуда. Осылай сот үкімі 3 баланың әкесі Уолтерді қыз зорлады деген айыппен өмір бойына түрмеге жабады. Гарвардтың түлегі Брайан Стивенсон күнәсіз түрмеге жабылған Дэвиспен кездеспекші. Әңгіме кезінде екеуі құрдас екенін біліп, орта қызығушылықтары бірдей болған соң, жігіттер 2 сағаттан аса сөйлеседі. Осыдан кейін Брайан Дэвис сияқты басқа да адамдарға көмегі керектігін түсінеді. Өз қаласындағы басты жұмыстан бас тартқан Брайан енді Алабамаға көшіп келмекші. Жас жігіттің бұл сөзін естіген ата-анасы оған алаңдап, шешім қабылдамастан бұрын бірнеше рет ойлануын сұрайды. Өйткені бұл заманда афроамериканистердің жағдайы қиын болса керек. Қалаға келген Брайан офисті алмақшы болып бірінші ғимаратқа барады. Ол жерде көмекшісі Ева ғимараттың иесімен жанжал тудыруда. Сөйтсе офистің иесі олардың кінәсіз адамдарды түрмеден босатумен айналысуына толықтай қарсы екен. Брайанға түнейтін жер болмағандықтан Ева оны өз үйіне әкеліп, бұл қалада афроамериканистарға қарсы айып тағу бірінші рет емес екендігін айтады. Брайан өзіне алғашқы 6 клиент тауып, адвокат ретінде олармен кездеспекші. Бірақ түрме күзетшілері адвокатты тексеруге болмайтынын біле тұра, жас жігітті тексеру бөлмесіне жібереді. Брайанның алғашқы клиенті Герберт. Бұл сотталушы кінәсін мойындаса да ақталатын түрі жоқ екен. Сот үкімі оның әскери нәтижелеріне көз жұмып, өлім жазасына кесуді шешіпті. Брайан тағы да бірнеше клиентімен сөйлескен соң Уолтерге де жетеді. Бірақ Уолтердің онымен жұмыс істейтін түрі жоқ, өйткені бұған дейінгі адвокаттары оның отбасылық ақшасын жымқырып жоқ болып кеткен екен. Біраз уақыттан соң камераға қайтқан Уолтер сенімін жоғалтпай, штат бойынша заңдарды жаттай бастайды. Еваның үйіне келген Брайан да түні бойы штат заңдарын оқып, терең үңілген сайын бұл қалада афроамериканистарға қарсы таза заңсыздық болып жатқанын түсінеді. Брайан да әсіресе Уолтердің ісі қызықтыруда, өйткені бұл іс тек 2 адамның арызында құрылған болып шықты. Бірінші арызданушы ол Ральф Майерс. Оның айтуынша, қылмыс жасаған күні ол Уолтердің қасында болған екен және қашу мүмкіндігі бола тұра қашпаған болып шықты. Ральф өмірінің біраз уақытын түрмеде өткізген, ал қазір болса басқа қылмыс бойынша жеңіл жаза өтеп жүр. Қала бойынша әртүрлі айғақтар іздеген Брайан бір кезде оның ізіне шериф түскен байқайды. Көп ұзамай жас жігіт Уолтердің үйіне барады. Барлығы Уолтерге жала жабылғанын айтуда. Тіпті сол түні Донал атты көршісі Уолтермен бірге күні бойы шеберханада болған екен. Бірақ жақындары Донал шындықты айтса, оны түрмеге жабама деп қорқып отыр. Брайан қайта Уолтермен кездесу үшін түрмеге қайтып келеді. Уолтер болса бұл жолы Брайанмен жұмыс істеуге келісіп, бостандыққа деген сенімі пайда болады. Уолтер Брайаннан неге тегін көмектесіп жатқанын сұрауда. Сөйтсе жас жігіт тері түсіне байланысты әділетсіздікке ұшыраудың қалай екенін білетін болып шықты. Сот үкімі Гербертті өлім жазасына кесетін күнді белгілейді. Достары оны барынша қолдауда, бірақ Герберт бұл шешімге де ақыры көнген екен. Түннің бір уағында Еваға біреу қоңырау шалады. Белгісіз біреу оның үйінде қауіпті құрылғы орнатылған ескертеді. Егер Ева Брайанға көмектесуін тоқтатпаса, онда отбасына да қауіп төнуі мүмкін. Брайан қыздың қауіпсіздігін ойлап, енді араласпауын өтінеді. Бірақ Ева соңына дейін берілмей, істі Брайанмен бірге тындырмақшы. Жас адвокаттар қала тұрғындарынан Уолтердің ісіне байланысты сұхбат алуда, бірақ ешкімнің ол жайлы сөз қозғағысы келмейді. Еваға алаңдаған Брайан өзі бөлек үй жалдап, ол жерден фирманың офисін ашады.
Енді жас адвокаттар штат бойынша себепсіз қамалғандардың қоңырауын қабылдауда. Бір кезде Брайанға Доналдан хабар түседі. Оның айтуынша Билл Хокс сол түні Уолтердің фургонын көргені өтірік екен. Бірақ сонда да Донал оған сотқа араласпайтыны жайлы алдын ала ескертеді. Өйткені шерифтің көзіне түссе түрмеге кететіні сөзсіз. Брайан шерифқа барып одан шындықты айтуын талап етуде. Бірақ шериф бұның түкке де пайдасы екенін анық жеткізеді. Түнде үйіне қайтқан Брайанды полиция қызметкерлері тоқтатып, егер бұл істі тоқтатпаса, онда жағдайы қиын болатынын оларды айтады. Бірақ жас адвокаттың берілетін түрі жоқ. Брайан Уолтермен кездесуді шешеді. Уолтер сенімін жоғалтпай, заңды соңына дейін оқуда, тіпті арасында әзілдеп те қояды. Осыдан кейін Брайан Ральфпен жолығып, сұхбат кезінде оның әдейі Уолтерға қарсы шыққанын естиді. Оның айтуынша шериф оған жазаны жеңілдетуге уәде беріпті, бірақ досы өмір бақи ауыр жазаға кететінін айтпаған екен. Бірақ сонда да Ральф сот алдында шындықты айтуға мүлдем келіспейді. Сот арқылы Брайан Ральфқа қатысты сұхбат деректеріне қол жеткізеді. Ева екеуі енді жеткілікті айғақтар жинап, істі қайта сотқа жібермекші. Уақыты жақындағанын түсінген Герберт шыдамай жылай бастайды. Герберттің ақтала алмағанын естіген Брайан оны жұбатпақшы болып барады. Сотталушыны әкетер алдын бәрі ыдыстарын темір торға ұрып, осылай қолдау ретінде достарын соңғы рет шығарып салады. Брайан Ральфпен қайта кезігіп, оның шындықты айтуын ескертеді. Өйткені оның қолында сұхбат деректері және өтірік айтқаны жайлы айғақтар бар екен. Тым болмаса, Уолтердің 3 баласын ойлауын өтініп, оған дұрыс шешім қабылдауға уақыт береді. Осымен сот істі қайта қарайтын күнде жетіп келді. Ұят ұстамаған Ральф сот алдында Уолтерге жалған айып тағылғанын мойындайды. Брайан мен Ева да осыншама уақыт жинаған таза дәлелдерін көрсетуде. Сот бәрін уақытша демалысқа жіберуді шешті. Сол кезде Уолтер 6 жыл бойы көрмеген отбасымен бірінші рет кезігеді. Бәрін залға қайта жинаған сот алқасы айғақтардың жеткіліксіз екенін айтып, Уолтерді қайта түрмеге жабады. Бұны естіген Уолтердің баласы шыдамағандықтан залда біраз шу шығарады. Брайанның еңсесі түсіп кеткен, бірақ Уолтермен кезіккенде оның әлі бостандыққа сенетінін көріп, істі зерттеуді қайта бастайды. Сотқа қарсы апелляция дайындаған жас адвокат бұл іске басқа да прокурор мен сот алқаларын тартып, Евамен бірге танымал ток-шоуларда Уолтердің ісі жайлы әңгіме қозғайды. Арада біраз уақыт өткен соң, қалалық сот Уолтердің ісі қайта қаралатыны жайлы хабар береді. Бірақ Чапманның бұған қарсы екенін естігенде қуаныштары қайта орнына түседі. Брайан Чапманға барып бұл іске кедергі болмауын өтінуде. Сот күні де келіп жетті. Қаралым басталысымен бірінші прокурор сөз сөйлеуі керек. Жас адвокаттар прокурордан үмітін үзген болатын. Бірақ күтпеген жерден Чапман пайда болып, жұртқа Уолтердің істі қайта қаралатыны жайлы жеткізеді. Сот алқасы дәлелдер мен айғақтардың бәрін тыңдап, бірнеше сағаттан соң Уолтерді кінәсіз деп танып, оны тура залда босатуын бұйырады. Қаншама жыл жазықсыз түрмеде болған Уолтер қуанғаннан жылай бастайды. Заттарын жинамақшы болып, камераға барған Уолтерге достары барынша қолдау білдіреді. Түрмеде болған кезінде заңды жаттап алған Уолтер енді жас адвокаттың көмекшісі болуды шешеді. Екеуі бірігіп бірінші шериф пен коррупционер сот алқасын түрмеге жабады. Содан кейін екеуінің арқасында басқа да жазықсыз адамдар бостандыққа шығады. Осылай біздің просто помиловать атты киноға қысқаша шолуымыз аяқталады. Комментарийге фильм жайлы өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Өйткені сіздердің қолдауларыңыз мені жаңа видео жасауға әрдайым шабыттандырады. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.